Тәрбиеге әсер беретін нәрсе ол баланы жан-жақты білу дейді Жүсіп Аймауытов. Рас, кейде баланың болмысы мен табиғатын терең танымай айтқанымызға көндіруге тырысамыз. Қабілетін ескермей, шамадан тыс тапсырма жүктейміз. Әке мен бала арасындағы түсініспеушілік осыдан басталады екен. Осы ретте бала тәрбиесіне қатысты білсек, бірі байқамай қалатын, сезсек сезінбей жататын бірнеше факторларды ескере кеткеніміз келеді. Сол факторлардың ең біріншісі оған сөзбен емес іспен үлгі болу. Айтпа көрсет, үндеме үйрет деген принцип осындайда ауадай қажет. Оның көзінше кінәлі іске бой алдырмай, барынша теріс қылықтарды жасаудан бас тартқан абзал. Өйткені бізден кеткен қателікті періште сәби дұрыс екен деп қабылдайды. Әсіресе біреу іздеп келгенде немесе телефон арқылы хабарласқан сәтте баланың аузымен әкем үйде жоқ деген өтірік сөзді айтқызу апатқа баратын амал. Өзіміз өтірікке үйір болғанымызбен қоймай, баланы да соған мәжбүрлейміз. Екіншіден, жұмсақтық қажет. Бала ата-анасынан жылулық сезінбейінше, оның бойында мейірім махаббат оянбайды. Қателігін бетіне басу орынсыз. Өз қателігін өзі түсініп көз жеткізуі ләзім. Бұрыс басқан қадамынан сабақ алған ол саналы түрде ендігәрі жат қылықты қайталамауға тырысады. Мінезі қырсық баланы таяқпен түзеймін деу әурешілдік. Санасына келсе, сабасына түседі деген екен. Бала болған соң білдірмей қоймайды. Оны солай қабылдауымыз қажет. Үшіншіден, кейде қаталдық та қажет. Қатал болғанда да өз орнымен. Қатал бол, бірақ қатыгез болма деген тұжырым бар. Ол өзінің әдепсіз әрекеті үшін әкесінің ашуланатынын білуі керек. Жұмсақтық жақсы, бірақ бұл ұстаным баланы босаңсытып жібермеуі тиіс. Сол үшін даналдық пен қаталдық жасаған абзал. Қаталдық жасау оны қатты жазалау деген сөз емес, жегіп тастағаннан гөрі қабақ шытудың өзі жеткілікті. Бұл баланың жаман әрекетін құптамаудың ишарасы. Сонда ол өз қателігін түсінеді. Ескеріп кететін жайт, сынған кесе, сызылған қабырға, тағы басқа ұсақ түйек дүниелер үшін қабақ шыту дұрыс ұстаным емес. Дүниелік заттар баланың жүрегін ауыртудың қасында түк те құны жоқ. Жатқылық, жаман әдет, күнәға жетелейтін істер үшін қабақ шыту дүниелік нәрсенің қасында әлде қайда қайырлы. Төртіншісіне тоқталып кететін болсақ, бала үлкен адамдарша пікірлесу сөйлесу ләзім. Көп жағдайда оған өз ойын ашық айтуға мүмкіндік жасаған жөн. Өз пікірін жеткізе алмай өскен бала есейгенде ынжықтық танытады. Оған да мән бергеніміз жөн. Балаға ертегі немесе ғибратты әңгімені, оқиғаны әңгімелеп бердіңіз делік. Айтылған жайттан олар пайдалар туралы кішкентайының пікірін міндетті түрде сұрауымыз керек. Бұл тәсіл ойлануға, ой қорытуға көмектеседі. Әр нәрсенің тағылымды тұстарынан тәрбие алуға итермелейді. Тұжырымды ой айтуға дағдыланған бүлдіршіннің өзіне деген сенімділігі де артады. Бесіншіден, бала тәрбиесімен жүйелі түрде айналысу қажет. Аптасына бір уақыттарына оның тәрбиесін жүйелі қадағалауға алуға мүмкіндік береді. Бала болған соң бұзықтық та жасайды, босаңсиды, теледидар да көргісі келеді. Бұл бүлдіршінге тән табиғи құбылыс. Сондықтан оған ұдайы көңіл бөлген абзал. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бір хадисінде балаға бір рет көңіл бөліп тәрбие беру 1 сағат көлемінде садақа бергеннен де жақсы деген. Алтыншы, оның қолымен қайырлы істер жасау. Мысалы делік, көшеде кетіп бара жатырмыз. Жол бойында қайыр сұраған қарияға, мүгедекке балаңыздың қолымен нан, ақша, тағы басқа нәрселерді беру. Болашақта мұндай қайырлы істер оның бойында қалыптасып, өмірінде көрініс табады. Отбасымен бірге науқас адамды зиярет етудің, қайырымдылық шараларға қатысудың маңызы өте үлкен екенін түсіндіріп өту қажет. Жетінші, сыйлық беру. Сыйлық ол кез келген жүректі жібітеді. Сыйлық беру арқылы жаттаған тақпақты немесе берген тапсырманы оңай талап ете аласыз. Өйткені сыйлық алған адам берушіге берешек болып қалады. Беру арқылы өз билігіңізді жүргізесіз. Алла елшісі сыйлық беру адамдар арасындағы сүйіспеншілік пен махаббатты оятып, мейірім мен бауырмашылдық сезімдерді арттыратынын айтқан.
Мереке күндері, аптаның айтулы күнінде, әсіресе айт мейрамы, қасиетті жұма күндері отбасын қуанышқа кенелту, оларға сыйлық тарату сауапты іс. 8-ші дұғагөйлік. Игі ұрпақты, құлшылығы мен тіршілігі үйлескен үлгілі баланы Алладан тілеу әр мұсылманның міндеті. Өйткені қайырлы ұрпақты пайғамбарлар да жаратушыдан сұраған. Бала бермесең сана бермесең ала бер деген қанатты сөз қайырлы ұрпақты тілеуден туған ниет. Дұға мұсылманның қорғаны. Қасиетті хадис шарифте айтылғандай, әр пендеге ниет еткен нәрсесі беріледі. Жақсы сөз жарым ырыс. 9-шы балаларды алаламау. Бәріне бірдей қарау, бірдей көңіл бөлу қажет. Бірін екіншісінен артық жақсы көру үлкен қателік. Мұны да бала сезеді. Дұрыс көңіл бөлінген бала дағдарыспен күйзелісті бастан кешеді. Мұсылманның мұраты иманды, ізгі ұрпақ тәрбиелеу. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бір өсиетінде. Балаға әкенің берер ең жақсы сыйы тәрбие деген екен. Тағы бір хадисте айтылғандай, ата-ана өз ұрпағынан тәрбиеден артық мирас, құндылық қалдыра кете алмайды екен. Бұл тәрбиенің маңыздылығын меңзейтін сөз. Бір ғұлама, бала қымбат болса, тәрбиесі одан да қымбат депті. Ендеше, бала тәрбиесіне алаңдаған адамның әрбір ізгі амалы ол садақа. Ұрпағымыз ұлағатты болғай.